кешкі жүні бір ертеде. Бір шал мен кемпір болыпты. Шал кемпіріне. Кемпір. Бауырсақ пісір. Бауырсақты немен пісірем? Үйде ұн жоқ, ұн қалмады. Кебеженің түбін қарап көрейін. Апасы қаптан тігін қағып алып, одан шашылған қоқымды жинап алып, ішінен 2 уыс ұн шығады. Оған қаймақ қосып шылап, ыстық майға қуырады. Бауырсақты терезеге қойып суытады. Бауырсақ терезеден жалығып, домалап, сыртқа қашып кетеді. Үйінен қашып келе жатады. Ол үйінен қашып серуендеп келе жатса, алдынан қасқыр шығады. Айтсайшы, қасқыр. Қасқыр не? Бауырсақ не дені жеймін. Жемесін, мен саған өлең айтып беремін. Жарай. Қаптың түбін қағып, 2 уыс ұн жинап, қаймақ қосып сылап, ыстық майға пісіріп, терезеге қойып суытқан. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, енді сенен құтылу оп-оңай. Ана қағашар. Бара жатып, аюға кезігеді. Бауырсақ, мен сені жеп қоям. Жемешін, мен саған өлең айтып беремін. Қаптың түбін қағып, 2 уыс ұн жинап, қаймақ қосып шылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қасқырдан да қаштым, сенен құтылу оп-оңай. Сөйтіп, ол аюды алдап қашып кетеді. Келе жатып, алдынан түлкі кездеседі. Бауырсақ, біздің Жақынырақ тұрыңдаршы. боп кеткенсің, өзің әдемі сұп-сұлу екенсің. Қаптың түбін қағып, 2 уыс ұн жинап, қаймақ қосып сылап, ыстық майға қуырып, терезеге қойып суытқан. Атамнан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Бауырсақ, екеуміз дос болайық, мен саған орманда аралатайын. Жүр.